Ягис Каан Эрдогмуш Йордан Ван Форест Тата Стил. E4, E5, атф 3, атс 6, атс 3, атф 6, 4 ат қорғанысы. 4 ат қорғанысы, тамаша қорғаныстардың бірі және H3. Бұндайды көрмеппін ме деген? Мына A3 деген вариантты көрдім, ал бірақ H3 деген вариантты көрген жоқпын. Піл B4, піл D3, рокировка, алдық. Өте жауапты шешім. Мен бұл туралы үнемі айта берем. Себебі пілді атқа айырбастар алдында мұқият болыңыздар. Алдық. A5, піл E3, ағылшын пілі келді өзінің орнына. D6, ат D2, піл E6 және F4. Қызық жүріс, жалпы мына қиғаш жолда әлсетесіздер, бірақ қарсыластың қара пілі жоқ. Италия пілі жоқ, соған байланысты мүмкін бұл енді аса сезілмейтін шығар. Алдық. Ат D7, ат F3, ат негізгі орталыққа келді. Ат D4, A4, вәзір E1. Бұл енді Сицилиян қорғанысында жиі орын алатын жүрістердің бірі. Вәзірді E1-ге қоясыздар, соңын вәзірді G3-ге қоясыздар. Тура A5, C4. Геза-Мороцци есімізге түсіреміз. Мына D5 деген торды бақылауға алу және мына тураға шабуыл жасау. Тура A8, вәзір C3. Филидор есімізге түсіреміз. 3-ші және 6-ші қатар. Тура E8, B3. H6, ат B5. Енді мына A5, A4 деген жүрістердің кемшілігі мына B5-ке ат деген емін-еркін келеді. Алдық. Бірақ біз енді қуана бұл пілден құтылдық, себебі біздің сарбаздарымыздың басым бөлігі ақ түсте орналасқан. Ат C5, вәзір F3, F6 және ат C3. Мынандай жүрістерді жасамауға тырысу керек, жалпы патшаны әлсетпеуге тырысу керек. Бірақ енді бұл заманауи шахмат. Заманауи шахматта осылай жүре береді. Вәзір E7, тура A, E1, бұлай және вәзір G3. Дәл қазір бұлай жүргіміз кеп тұр. Вәзір H5 және орталықты қопарамыз. Бұлай қарасаңыз 1, 2 және 3. Алдық. Мына жерге мат қойғымыз кеп тұр. Вәзір G5, алдық және піл D4. Енді түсі бөлек пілдердің күресі. Бірінші жоспар мат қою, екінші жоспар өтетін сарбазды ұйымдастыру. Көрейік, қайсысы жүзеге асырылады екен. Ат D3, бұл енді 8 аяқ ат, мына жерге шабуыл жасады. Тура E3, ат B4 және ат B5. Жақсы, сен мынаны алатын болсаң, онда мен мынаны алам деген әңгіме. Піл D7 алдық және ат C7. Қомағалар қатарына кірдік. Тура E2 қомағалар қатарына кірді. Болашақта мына жерге және мына жерге міндетті түрде шабуыл жасайды. A3, ат C2, мына жерге шабуыл жасап тұр және мына жерге шабуыл жасап тұр. Піл F2 және ат A3. Мына сарбазға қызықты. Тура D1, енді мына оқшауланған сарбазға шабуыл жасаудың амалы. Піл C6, піл деген үлкен қиғаш жолға тұрды. Алдық және тура B2 тарыш ережесіне сәйкес артынан шабуыл жасадық. Тура G6 және патша F7. Міне өрескел қате. Осы жерде патша тура G5-тің орнына бұлай алу керек дейді. Тура G7, патша G7 және пілді D4. Мына жерге шабуыл жасайсыз және мына жерге шабуыл жасайсыздар. Бірақ тура G5, тура B3, F5 шах, E7, піл C5 шах, бұлай және ат E6 шах, бұл енді 8 аяқ ат, бұлай ат D4. Негізгі орталыққа келдік. Қазіргі таңда тура F7 деп жүргіміз кеп тұр. B1 шах, патша H2, ат C4, тура F7 шах, тағы да тамаша шақтардың бірі. Ат E6 шах және піл A7, осымен ойын аяқталды.